Саламатсыздар ма? Бүгін біздің қазақ тілі сабағын бастайық. Бүгін біздің тақырыбымыз менің мамандығым, менің болашағым. Мақсаты студент бойында мамандық таңдауға деген жауапкершілік қалыптастыру, өз-өзін тану аймағын кеңейту, мамандық әлемінен ақпараттар алу, қазіргі заманның тапшы мамандықтарын көрсетіп, сол бағытқа қарай бағыттау. Енді мына жерге қазір сөйлемдерді оқып аударайық. Қазіргі заманның әрі тапшы, әрі табысты мамандары. 21-ші ғасыр адам өмірінің әртүрлі саласында жаңалықтар енгізіп қана қоймай, жаңа мамандықтарды ала келді. Адам баласы 20-ші ғасырда қажетсінбеген, тіпті естіп білмеген түрлі мамандықтар пайда болды. Ол негізінен ақпараттық технологиялардың ұшқыр дамуына қызмет көрсету және саладағы еңбекті жіктеу ережесінің түрлеуіне байланысты. Төменде келтірілген мамандық атаулары бірнеше жыл бұрын қолданыста болмаған. Олардың атын естігенде қазір күннің өзі. Сонда ол маман немен шұғылданады деген сауал туындайды. Сондықтан біздің мемлекетімізде қазіргі заманда мамандықтың түрі өте көп. Соған байланысты біз кейбір мамандықтарды білеміз, жұмыс істеулерін көреміз, бірақ та олардың атауын білмейміз. Сондықтан қазір соларға тоқтала кетейік. Сонымен жаңа ғасырдың жаңа мамандықтарына тоқталайық. Бренд менеджер. Тауарды сатуда ғана емес, оның қалай өндірілетін жақсы білетін маман. Логистик. Бұл мамандық туралы естуіміз бар шығар. Қысқаша айтқанда, бұл жүк тасымалын қадағалайтын маман. Промоутер. Компанияның өнімді сату, жарнамалау және өткізу жұмыстарымен шұғылданатын өкілі. Супервайзер. Сауда өкілдіктерінің жұмысын қадағалайтын, жаңа бағыттарды айқындайтын маман. Веб-мастер. Сайт жасаумен шұғылданатын маман. Осы мамандықтарды еске сақтап алыңыздар. Келесі жобер. Оның жұмысы брокердің жұмысына ұқсайды, бірақ жобер акцияларын сатып алуға және сатуға өз ақшасын жұмсайды. Ресепшионист. Тұтынушылар қабылдау және келушілерді тіркеумен шұғылданатын қызметші. Аниматор. Суретке жан бітіруші. Мультипликатор. Мультфильмдерге арналған суреттер салушы. 3D аниматор. 3 деңгейлік графиканы өңдеуші дизайнер. Жан бітіруші деген ол мультфильмдегі қимыл қозғалыс әрекеттерін жасайды. Соны көрсетіп, кейіпкерге жан бітіріп тұрады. Витражист. Көрмедегі және дүкендердегі заттарды тартымды етіп орналастыра білетін мамандар. Декоратор. Түрлі мекемелердің ғимараттардың ісін әсемдеуші. Еске сақтайық. Интерьер дизайнері. Үйіңіздегі немесе кеңсеңіздегі жиһаздарыңызды талғаммен орналастыра білетін мамандар. Импресарио немесе продюсер. Түрлі мерекелік іс-шараларды ұйымдастырушы. Көркемдік әрлеуші. Көшелерде ілінген жарнамаларды, сауда орындарын, қоғамдық тамақтану залдарын әсемдеушілер. Клипмейкер. Бейне және дыбыс жазу маманы. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Коучер. Қызметшілердің потенциалын өсіретін маман. Копирайтер. Сайт үшін контент құрушы. Интервьюер. Әлеуметтік зерттеулер үшін сауалнама сұхбатын жүргізетін маман. Девелопер. Жылжымайтын бүлік саласында оны жобалау және құрылысын жүзеге асырумен шұғылданатын маман. Сомелье. Ресторанда сусындардың тартылуына дұрыс құйылып, қонаққа берілуіне жауапты кәсіби маман. Міне, біз қаншама маманның түрлерін білдік, естеріңізге сақтап алыңыздар. Келесі сұраққа жауап беріңіздер. Тапсырма. Өзіңнің болашақ мамандығыңды таңдадың ба? Сен ол мамандық туралы не білесің? Сенің мамандық таңдауыңа кім әсер етті? Сен оқуға түскеннен кейін оқудың қиындығына төзе аласың ба? Адамның мамандық таңдауына оның әлеуметтік жағдайы әсер етеді. Міне мына сұрақтарға ойланып жауап берейік. Келесі
Жағдаяттық сұрақтар. Сен өзіңе ұнаған мамандықты таңдадың, бірақ ол мамандық ата-анаң қарсы. Сен не істер едің? Ата-анаң саған бір мамандықты таңдап берді, бірақ ол мамандық саған ұнамады. Сен ата-ананың шешіміне қарсы боласың ба? Иә. Бірінші сұрақ. Сен ұнаған мамандықты ата-анаңа ұнамауы мүмкін. Сондықтан сен ол мамандықты түсіндіріп беруің керек. Қазіргі заманда ол қандай орында тұрғанын, керек екенін. Ал енді ата-анаң әлеуметтік жаңа сұрақтарға байланысты әлеуметтік ортада айтуы мүмкін. Жоқ, қазір мына мамандық керек, сен осы мамандыққа барасың дейді. Бірақ ол саған мамандық ұнамайды. Сондықтан сен ойлануың керек. Қарсы бола аласың ба, әлде дәлелдеп бересің ба, әлде келісесің ба? Келесі ауызша сұрақ. Сіздің ойыңызша мамандық таңдауға әсер ететін қандай факторлар бар? Өз пікіріңізді жазып дәлелдеңіз. Ой түрткі сұрақтарға жауап беріңіз. Сіз Қазақстанда қандай жоғарғы оқу орындарын білесіз? Осы университетті таңдауыңызға не себеп болды? Өзіңіз таңдаған оқу орны туралы айтып бере аласыз. Оны сіз қалай білдіңіз? Енді мына ұлағатты сөздерді оқып мағынасын түсіндіремін деді. Әлемдегі терең сыр ғылыммен ғана ашылмақ. Адам баласынан артық. Ғылым, ар, мінез деген нәрселерден озады. Ғылым мен мәдениет барлық дүниенің алтын алқасы болды. Бүгін ұлағатты сөздерді енді өздеріңіз қысқаша мазмұнын айтып беріңіздер. Өз мамандығыңыздың еліміз үшін қажет екенін дәлелдеп түсіндіріңіз. Ол мамандық бізге керек мамандық. Ол болашақта ол біздің экономикаға әсері бар ма? Тағы да өздеріңіздің ойларыңызды салуларыңызға болады. Ой түрткі сұрақтарға жауап беріңіз. Өнерді өрге жүзер деген мақалды қалай түсінесіз? Бұл мақалдың бүгінгі сабақ тақырыбына қандай байланысы бар? Кез келген мамандық иесі болу үшін өнерін жақсы көру. Өнерлі адам өрге жүзер деген бұл мақалды өздеріңіз түсініктеріңізді айтып бересіздер. Енді мынандай сұраққа жауап берейік. Сіз таңдаған мамандық саласындағы танымал тұлғалар туралы қандай ақпарат білесіз? Сіз таңдаған мамандыққа сұраныс көп пе? Заманға сай маман иесі болу дегенді қалай түсінесіз? Ел экономикасын дамытуда сіздің мамандығыңыздың үлесі қандай? Осы мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Мамандық таңдаудан жаңылмай, өз өміріңізді бір-бірін дұрыс қалауға тілектеспіз. Назарларыңызға рахмет.